Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен өте ерекше дайындалатын еттен жасалған бәліш дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ұнымызды аламыз, үстіне тұзымызды және құрғақ дрожжи қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Және де бір ас қасық майонез, бір ас қасық сметана қосып, тағы да араластырып аламыз. Үстіне жылы суымызды құямыз да қамыр илейміз. Бізде осындай қолға жабыспайтын қамыр шығуы қажет. Шамамен 5-10 минутқа демалдырып қоямыз. Демалып болғанша біз үст салмасын дайындайтын боламыз. Тартылған етімізге картобымызды және пиязымызды турап қосамыз. Және де дәміне қарай тұз бұрышын салып, кішкене су қосып, жақсылап тұрып біркелкі болғанша араластырамыз. Енді қамырымыз демалып болды. Оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Осылай үлкен қып жайып, үстіне сары майымызды жағып шығамыз. 3 бөлікке бөлеміз. Және де видеода көрсетілгендей салмасын осылай орналастырып шығамыз. Орама секілді осылай орап шығамыз. Енді пергамент қағазының үстіне осылай ұлудың формасын жаңағы жасап орап шығамыз. Осы кезде алдын ала духовкаларыңызды 200 градусқа қыздырып қойыңыздар. Достар, каналымның дамуына үлес қоса кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, достарыңызға таратыңыздар. Егер рецепт ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдын ала рахметімді айтамын. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Үстіне әдемілігі үшін кунжут сеуіп шықсаңыздар болады. Енді 200 градусқа қызып тұрған пешімізге шамамен 45 минутта пісіріп аламыз. Осылай бетін қызартып пісіретін боламыз. Өте дәмді, орысша айтқанда сочный болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.